Кеше көптен араласпай кеткен бір құрбымды кездестірдім. Ол күйеуін тастап қарақалпақ жігітке тиіп алыпты. Ойбай, көзім ашылған-ай деп қояды. Қарап тұрсам, қу тіршілік өзбек пен қарақалпақ жанында қазақ жігіттерін бәсекеге қабілетсіз етіп қойыпты. Бұл ащы да болса, бүгінгі еліміздің ахуалындағы шындық. Қалай бәсекеге қабілетсіз дейсіз бе? Барлық айырма Қазақстанға қарағанда Өзбекстан мен Қарақалпақстанда өмір сүру арзандығында. Мәселен, бір жыл бойына 1 миллион теңге тапқан сырттың жігіттері өз елдерінде бай патша құсап шалқып өмір сүреді. Өйткені онда отбасы үшін басты қажеттілік баспана да, автокөлік те арзан. Тіпті қырғыздарда бізбен салыстырғанда арзан өмір сүруге болады. Ал әлгі 1 миллион теңгеге қазақ жігіті қаланың шеткі бір қиырынан жер алуға ғана мұршасы жетеді. Жұмысы қала ішінен болғандықтан ол автокөлікті несиеге тіркетуге мәжбүр. Көліктің өз бағасының жанына несиесі қосылады. Баспана салуға тағы да қарызданады. Осының барлығы адамның жұмыс істеуге деген ынтасын біртіндеп жоя береді. Тапқан ақшасын еліне барып, өз қажеттілігіне ұтымды асырып жатқан өзбек пен қарақалпақ жігіттері болса, Қазақстанға келуге тағы да құштарлана еңбектенуге аттанады. Бәрінен бұрын олар бұл жақтағы жұмыс жалақысын төмендетеді. Ал ондай аз ақыға бұл жақта отбасы асырау өте қиын. Мен бұл арада жоғары білімі жоқ қара жұмыс адамы туралы айтып отырмын. Шыны керек, екі қолға бір күрек таппай жүрген қазақ жігіттері бізде өте көп. Бұрын құрылыстан біршама нәпақа түсіруші еді. Қазір ол да жоқ. Өйткені тағы да сырттағылар өте арзан бағаға үй салып, олардың алдын орап кетуде. Жаңағы құрбымның қазіргі күйеуі де бұл жаққа үй салуға келіпті. Онымен бірге қала ішінде тұрғын үй кешенін тұрғызуға 500 өзбек жегіліпті. Басында ақшаны өкіртіп береді, одан кейін ақыңды жей бастайды. Оған біздің бойымыз үйреніп алған. Бірақ алдында берген ақшаға біз малданамыз дейді олар. Осылайша 2006 жылы осы жаққа келген қарақалпақ жігіті 6-7 жыл ішінде Өзбекстаннан 4 үй соғып алып, үшін дүниеге лық толтырып қойыпты. Есік алдында 2 көлік тұрған көрінеді. Өйткені оның өмірінің басым бөлігі Қазақстанда өтеді ғой. Бір күні ол жалға алған пәтерінің ақысын төлей алмай, әбден қарызданып, күйбең тіршіліктен қатты қиналып, жұмыссыз күйеуімен ұрсысып, дода боп жылап, бет алған жағына тартып келе жатқан құрбымды көшеден кездестіреді. Қарындастан сыр тартқан ол оны жұбатып, оңаша жерге барып шай ішуді ұсынады. Бүкіл мұң зарын тыңдаған қарақалпақ жігіті сол арада бірден өзі жалқау, әрі әйел мойнына мініп алғанға еш арланбайтын еркекті қайтесің. Менімен бірге Өзбекстанға жүр. Мен саған жақсы қорған, қамқор боламын. Қазір танысқа звондасам, құжаттарымызды туралап қояды деп салады. Сөйтіп, сөмкесінен ноутбугін шығарып, ондағы суреттер арқылы тұрмысы қандай екенін таныстыра бастайды. Керек десең Қазақстанға көшіп келеміз. Қазір осы Алматыда фирмам бар. Сол офиста тұрып жатырмын. Ал отбасын құрсам, осы арадан үй аламын депті. 6 ай бойына күйеуінен тығылып, қарақалпақпен кездесіп жүрген келіншек бір күні Өзбекстанға да барады. Ташкентке жақын орналасқан қалашықта сарай секілді салынған үйлерін көргенде, оның көзі жайнап кетеді. Ақыры ол өз күйеуінен ажырасып, әлгі қарақалпақ жігітке тұрмысқа шығыпты. 6 ай Өзбекстандамыз, 6 ай Қазақстандамыз. Өзбекстандағы үйде ханшайым секілді жүремін. Өйткені үй күтуші жалшылар бар. Оларға беретін ақымыз бұл жақтағы тиын-тебен ғана деп қояды құрбым. Алдыңғы күйеуінен бір қызы болған екен. Оны енесіне қалдырып кетіпті. Қазіргі қарақалпақ жігіттен бір ұлы бар. Бақыттымын,
жоқшылықтан құтылғаныма шексіз қуаныштымын дейді ол. Мүмкін шынымен де құрбым бақытты шығар. Әркім бақытты әрқалай өлшеммен өлшейді ғой. Бірақ бір өкініштісі, шынымен де бізде өмір сүру қымбат. Қазақ жігіттері жігерін құм қылатын бұл қымбатшылықтан қашан айырылады екенбіз? Ондай күн туа ма екен?